Бұл біздің Сұраншы Сауранбаев атындағы орта мектеп. Мектептің күрделі жөндеуден өтіп, қолданысқа берілгеніне көп уақыт бола қойған жоқ. Заманауи жабдықталған біздің мектепте білікті ұстаздар сабақ береді. Біздің мектебіміздегі білікті ұстаздар әрбір сабақты шығармашылықпен, жаңашылдықпен жоспарлап өткізеді. Оқушылардың қызығушылығын арттырып, білімге бағыттап, дамыту үшін көптеген шаралар ұйымдастырады. Мақтанышпен айтылатын мектебіміздің өзге мектептерден бір ерекшелігі ол заманауи жабдықталған спорт алаңдары. Мұнда оқушылар спортпен емін-еркін айналысатын үлкен жаттығу алаңдары бар. Сонымен бірге оқушылар қосымша бос уақыттарында тоғызқұмалақ ойнап, тенниспен айналысып, сонымен бірге волейбол спорттың түрлі салаларымен жаттығу жасап, бос уақыттарын пайдалы өткізеді. Сонымен бірге спорттан түрлі жетістіктерге, көптеген аудан, облыс көлеміндегі жеңістерге жетіп жүр. Мектебіміздің мақтанышпен айтатын тағы бір ерекшелігі бұл робототехника сыныбы. Мұнда оқушылар өз еріктерімен және мұғалімнің жетекшілігімен түрлі роботтар құрастырып, ғылымға, білімге, технологияға деген қызығушылықтары артады. Қазіргі заман балалары роботтар құрастыруға аса қызығушылықпен қарайды. Қазіргі таңда заманауи түрлендіріп, әртүрлі бұйымдар әзірлеуде. Ал бұл кісі біздің аса шебер Гүлзира апайымыз. Ол кісі оқушыларды қол өнердің керемет небір сиқырлы ғажап үлгілеріне үйретуде. Біз еңбек сабағында моншақтардан заманауи сөмке тоқып жатырмыз. Бұл сөмкелер конваторымен жібек жіппен моншақтарды бізбен тоқу арқылы жасалады. Бүгінгі сабақта түскиізді жүннен даярлаймыз. Шаршы дайындап, оюды бастырып, боялған жүнді арнайы инемен піспектеу арқылы жасаймыз. Қойдың жүнін өңдеп алған соң түрлі бұйымдар жасауға болады. Әдемі қыз, кіші бейіл не деген жан едіңіз. Әдемі қыз. Ұмыт болып бара жатқан біз кілемді қазір қолымызға алып жұмыс жасап жатырмыз. Осы уақытта жасауға ыңғайлы жұмыс. Кіші шәкіртім менің 5 жаста Дүйсенбай Медина деген қыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, ол қызымыз кілем тоқып отыр. Менің бұл жұмысым ақын Мұқағали Мақатаевтың «Пай-пай Қазақстаным-ай» атты шығармасына арналады. Менің бұл жұмысым Мұқағали Мақатаевтың «Қазақстан» өлеңіне арналған. Бәлкім сенің болар ау сиқыр күшің. Бұндай моншақтармен әртүрлі сыйлықты заттарды жасауға болады. Саусақтардың моторикасын дамытады. Әдемі қыз, кіші бейіл не деген жан. Қазіргі таңда брендке арналған қол сөмкелерді трикотаж жіппен ілмек тізбен түрлендіріп тоқып алуға болады. Абай атамыздың 33-ші қара сөзін бал жұтайды, қол өнер жұтамайды. Қол өнерші өзінің таза еңбегін жасап сатқан қазақтың төресі сол деп Абай атамыз бекер айтпаған болар. Осы орайда біз қазіргі таңда шәкірттерімізді әртүрлі қол өнер бұйымдарын үйренуге тәрбиелеудеміз. Тұлғаңа қара Біріктіру арқылы мынандай нәтижеге жетеді. Үстіміздегі киімдерді, ұлттық киімдерді де осылай тігіп аламыз. Біздің мектебімізде қыздармен қатар ұлдарға арналған еңбек сыныбы бар. Мұнда ұлдар әртүрлі құралдармен жұмыс жасап, бұйымдар жасайды. Мектебіміздің асханасы да заманауи жабдықтармен жабдықталған. Мұнда оқушылардың, әсіресе бастауыш сынып оқушыларының бір реттік ыстық тамақпен қамтылуына жағдай жасалған.
Осындай кең, зәулім, жарық, жылы, жайлы барлық жағдай қамтылған біздің мектепте оқушылардың сапалы білім алумен қатар шығармашылықпен айналысуына, қызығушылығын арттыруына, дамуына барлық жағдайлар жасалуда. Ол үшін біздің білікті ұстаздар тынбай еңбек етуде. We wouldn't buy our tags and turning out by ourselves. It's too deep in the ground. Назарларыңызға оқушылардың сабақтан тыс шығармашылық сәттерінен үзінділер ұсынамыз. Сыныптан сабақ береді. Жұмабай сабақ беріп сыныптан Насыбай ата береді. Салпиған көнтек ерін ішіндегі Насыбайды ауырлағандай салпиып түсіп кетеді. Ара-арасынан ел көшкендей сап-сары шырық тістері үнемі көрініп жүреді. Жоқ, қыс емес. Бұл жерде басқан жері сықырлап келіп қалды дегені, бұл жерде Абай байлардың жүріс-тұрысын сипаттады. Бұл кімнің? Жұмағұлдың. Жасай берсін Жұмағұл. Жұмағұл не істейді? Қой бағы. Қойлары көбейе берсін. Үйде кім бар? Ешкім жоқ. Шешең қайда? Анау белдің астына фильм. Мүмкін үйде шығармын, қарап көріңіз. Үйде болсаң ана қызыл бұзауды айнатпеш, мана ыстықта не жайлар ғой дейсің. Үйде болмасам қайтеді. Үйде болмасаң да бар. Үйде болмасам қалай барам? Сіздің айтқаныңызды естіген де жоқпын ғой. Қылжақтамай бар деймін. Айтал, бармадым. Онда не болады? Онда тоқма ішесің. Бізге тоқмаш па, чикі тоқмаш па? Бар дегесің, бар. Жарайды, қаз. Қадырып қожаның. Мінекей, осындай білікті ұстаздарымыздың қажырлы еңбегінің арқасында, оқушыларымыздың білімге деген қызығушылық құлшынысының арқасында және ата-аналарының қолдауының арқасында көптеген жетістіктерге жетуде. Оқушыларымыз көркемсөз мәнерлеп оқудан, аудандық шаралардан, олимпиадалардан, интернет олимпиадалардан, ән айту, би билеу, сонымен бірге спорттан биылғы жылдың өзінде бірнеше марапаттар мен мадақтамалар алды. Солардың ішінде ең үздіктері математикадан Индира апайымыздың бүкіл аудан намысын облыста қорғап, математикалық регатадан 3-ші орын алып бергені ауданға. Сонымен бірге Гүлім апайымыздың Архимед олимпиадасынан 2-ші орын алғанын айтуға болады. Сонымен бірге ғылыми жұмыс қорғаудан ауданнан 1-ші орын, облыстан 1-ші орын алып республикаға барған Молдағали Әлиби біздің мақтанышымыз. Ендеше еліміздің болашағы осы балаларды білім шыңына бірге жетелейік, құрметті ата-аналар.